Құрметті Global Trend компаниясының отырған лидерлер, партнерлар. Менің аты жөнім Роза Найзабаева, 69 жастамын, Тараз қаласынан. Менде 7-8 диагноз болған. 18 жыл бір келіп ішіп, қайтадан кетіп қалып, қайтып 23 жылдың қайтып келдім. Өйткені мен бүкіл ауруды жинап бердім сол кезде. Эндометриоз женскийде, онкология ошып қалып қойған. 3,5 ай ішіп, 4-ақ бальзам. Спонсорым Береке ханымнан бауырларымнан 3-ші сұрады. Одан кейін печеньде киста болған, тағы да операция деген, онкология. Оны 7-8 ай ішіп, одан да құттым, Аллаға сан шүкір. Одан кейін папушный грыжа деген мына жерде. Оны тағы да 6 айдан кейін тағы жасайын бармай қойдым. 10 айдан кейін бардым, о да жоқ. Одан кейін менде 32 жыл бойы ревматония, артрит, полиартрит, артроз, 3-4 степень активный процесс деп қойған. Мен Аллаға сан шүкір, мен нөмір гормондар ішетін, бетечек, метеп, онсыз мен күн көремін. Соны ішем ғана орнынан тұра аламын, әйтпесе тұра алмаймын. Одан құтылдым ба, Аллаға сан шүкір, мен алдарыңызда тұрмын. Одан кейін менде грыжа болған. Грыжада 3 курс лечение алдым, 9 коробка. Тұрамайтын мен. Біреу үйде жоқ болса, палатесімен тартылып әрек тұратын. Мені Аллаға сансыз шүкір, оны да жеңіп шықтым. Одан кейін барып менде не болды? Давление, күндіз түні. 180-200, күн арас соны шақырып көршілерім бәрі қорқатын. Не бәле болды. Одан кейін менде соңғы диагноз катаракта деді. Соны именно люкшкелі беріп, содан 1,5 ай бойы көзімнен сумен ірің ақты. Міне, кереметтігі сондай, қазір мен алдарыңызда тұрмын, ішіңіздер, алыңыздар.